Ал бірақ өкінішке орай қазір исламда жүрген кейбір мұсылман бауырларымызда өзінің ұруын, өзінің шыққан тегін артық көріп, басқа рулар жайында надан адамдар, исламнан хабары жоқ, мүмкін әдейі қазақтарды бір-біріне айдап салғысы келіп жүрген адамдардың әңгімесін қайталап, сөйлесіп отырған кезде, бір әңгімелерді айтқан кезде, Құдай сақтасын, өміріңнен түңіліп кете жаздайсың. Оны жарайды, сырттағы бір діннен хабар жоқ, Құраннан хабар жоқ, хадистен хабар жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен хабар жоқ, бір адам айтса жарайды ғой. Ал енді дін адамдары келіп алып, осындай ру жайын бір рудың үстінен күліп, оны мазақтап әңгіме айтып отырған кезде не айтарын да білмей қаласың. А бұның соңы не болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен: "Я юханнас, инна минкум мунафирин." Сендердің араларыңда адамдарды діннен бездіретіндер болады. Діннен қасыратына кіргізу емес. Әзіреті пайғамбарымыздың, әзіреті Абу Бәкірдің міндеті дінге кіргізу болатын болса, соны ойлап жүрсе, ал біздің кейбір мүмкін соның ішінде біз өзіміз де бармыз. Құдай сақтасын, білмей діннен бездіретін адамдар. Ол ертең Алланың алдында осы әрекет үшін не істейміз, бауырлар? Жауап береміз. Егер біздің себебімізбен бір адам дінге кірсе, бүкіл дүниеден қайырлы болатын болса, біздің себебімізбен сіздер мен біздердің. Бір адам діннен қашып, діннен ұзақтайтын болса, сол үшін де ертең жауап береміз. Біздің жиған дүниеміз бүкіл дүниеге болсақ та, ешқандай қайыры болмай қалады деген. Алла тағала осы нәрседен сақтасын. Дінге біздің пайдамыз тимесе де, зиянды тигізбеуге тырысу керек екен ғой. Міне, осы да үлкен мәселе екен.